Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам себепсіз өлтіруге тыйым салған топ 5 жан бар. Бесіншісін 90% адам жасайды. Видеоны бастамас бұрын біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, оны басқалармен де бөлісіңіздер. Біріншісі Худхуд, яғни бәбісек құсы. Өйткені ол Сүлеймен пайғамбар кезінде Сәба секілді үлкен мемлекеттердің исламға келуіне себепші болған құс болып табылады. Екіншісі Құрбақа. Өйткені Құрбақа Ибрахим пайғамбарды отқа тастаған кезде Құрбақа өтті сөндіру үшін аузы мен су тасыған жануарлардың бірі болады. Үшіншісі ол ара. Өйткені ара пайдалы жануарлардың бірі, ол адамдардың дертіне шифа болатын бал шығарады. Тағанақ құсы. Өйткені адам алейхиссалам жер бетіне түсірілген кезде қай жерде су бар екенін адам алейхиссаламға көрсеткен құстардың бірі болатын. Бесіншісі ол құмырсқа. Өйткені Сүлеймен пайғамбардың кезінде жаңбыр жаумаған кезде құмырсқа Алладан жаңбыр сұрап, Алла да оның дұғасын қабыл етіп, жер бетіне жаңбыр түсіреді. Міне достар, видеоның соңына келдік. Егер сізге осылай контенттер ұнайтын болса, біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, оны басқалармен де бөлісіңіздер. Алла баршаңыздан разы болсын. Ассаламу алейкум.